Мен Құрманбаева Гүлен Теміржанова, Сандықтау ауданы Балкашин ауылының нөмір 1 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Тілден биік асқар тау, тілден асқан байлық, тілден терең теңіз жоқ деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, менің туған ана тілім мен үшін ең қымбат қазынаның бірі. Қазақ тілі әлемдегі ең бай тіл. Өйткені қазақ тілінің сөздік қоры 2,5 миллион сөзден тұрады. Күнделікті өмірде жиі байқайтыным, өз ана тілінің қадірін жете түсінбей, қажетсінбей, өзге тілде жалтақтап жүрген жастарымыз көп. Мен тіл жанашыры ретінде ана тілім, қазақ тілінің өшпей, өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Барлық жастарды ана тіліміз, қазақ тілінің мәртебесін көтеруге шақырамын. Тілім менің, тілім үшін мың өліп тірілгенмін. Аралыммен, арыммен қатар қойып, тілді қорғау парызым бүгін менің. Әрбір тілде сөйле әлемді таң қылып, қазақ тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер балам байтақ далам тұрғанда, қазақ тілін білмеу қандай заңдылық. Қазақ тілін атам, анам, туаталар отанда одан, дүниеде ешбір асыл тең келмейді қатар оған. Қуан далам, қуанатын күндігін, серпіп таста мұңды жүрек түндігін, тіл туралы заң енді күшіне, паш еткендей жаңа кескен кіндігін. Қуан бабам, қуанатын жөнің бар, деген едің тіл бар жерде өмір бар. Халық жауы атамдың ау сол үшін, ғұмырымды құрбан етіп жолында. Қуан анам ұстазымнан сүйеніп, сәтінде көп кеткен кейде түңіліп, ақ сүтіңмен бойға біткен тілімді, бір тұтамын мен алдына еліп. Қуан балам, туған тілдің киесі, жебек сені болғанына иесі, тек бұнымен бітпейтінін ұғып өз, дүниеде тіршіліктің күресі. Қуан халқым, күшіне енді тіл заңы, сүйінші деп қыздарымыз жырлады. Ел елдігі бағаланар тілімен, сол арқылы құлпырады гүлдағы.